Қала 1970 жылы Іле өзенінің бойында Қапшағай су қоймасының жағасында бой көтерді. Ұзақ жылдар бойы Қапшағай атауымен белгілі болған бұл шаһар 2022 жылы ұлт мақтанышы, мемлекет және қоғам қайраткері Дінмұхаммед Қонаевтың есімімен аталды. Сол жылы Қонаев қаласы жаңадан құрылған Алматы облысының әкімшілік орталығына айналды. Бүгінде Қонаев тек әкімшілік емес, сонымен қатар аграрлық және туристік тұрғыдан қарқынды дамып келе жатқан аймақ. Қаланың айналасында заманауи жылыжайлар мен бау-бақша шаруашылықтар орналасқан. Бұл жердің климаты мен су ресурстары ауыл шаруашылығына қолайлы жағдай жасайды. Ал Қапшағай су қоймасы қаланың тағы бір байлығы. Жағажайлар, демалыс базалары, су спорты мен туризм бұл өңірді нағыз демалыс мекенін айналдырып отыр. Қонаев жаңа мүмкіндіктер мекені, аграрлық қуаты мол, туризмге тартымды, болашағы жарқын қала. Қонаев қаласында ауқымды өндірістік жаңғырту жұмыстары басталды. Қапшағай бидай өнімдері жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ескі элеваторды толықтай жаңғыртып, ескірген жабдықтарды заманауи технологияларға ауыстыруда. Жобаның аясында 3 ірі зауыт салынып жатыр. Бірі күнбағыс майын, екіншісі бидай ұнын, үшіншісі мал азығына арналған ұн өндіреді. Менің атым Ринат Токпанов. Являюсь заместителем генерального директора ТО «Капшағай бидай өнімдері». В 2024 году этот элеватор был нами приобретен. На этот момент мы сейчас этот элеватор решили полностью модернизировать, поменять все полностью оборудование. Планы такие, что будет сидеть оператор и полностью процессом управлять сам. Для этого мы закупили необходимое оборудование и будем приглашать специалистов. Сейчас у нас работает порядка 170 человек на территории находится, плюс 70 у нас человек работает на производстве полипропиленовых мешков. Итого где-то 250 человек. Вся продукция, которая будет нами производиться, она будет в основном экспортироваться. Но здесь есть тоже местные рынки, с которыми мы хотим заключить договора. К примеру, есть у нас тут компания Мариленд, с которой мы заключить хотим договор. Будем, я думаю, планировать поставку муки. Ну и здесь тоже на местный рынок. Шеңгелді ауылдық округінде жаңа медициналық амбулатория ашылды. Бір ауысымда 100-ге дейін адамды қабылдай алатын бұл мекемеде медициналық және профилактикалық тексерулер жүргізіліп, ауруларды ерте кезеңде анықтау мүмкіндігі пайда болды. Амбулатория заманауи құрал-жабдықтармен қамтылған. Оның ішінде ультрадыбыстық зерттеу, зертхана, рентген және тағы да басқа қажетті технологиялар пайда болды. Мен Шеңгел дәрігерлік амбулаториясында 30 жылдан жоғары қызмет істеймін. Өзім Шеңгел дәрігерлік амбулаториясының меңгеруші, мамандығым бала дәрігері. Качкарова Гүлдана Аванбековна. Енді Шеңгел дәрігерлік амбулаториясы күрделі жұмыс жүргізілді 1 жыл бойы. Былтыр біз ноябрь қараша айында басталған күрделі жұмысы 1 жылда бұл кісілер өзінің уақытында өткізді бізге. Осындай мемлекет тарапынан жасалып жатқан әсіресе мысалы ауыл тұрғындарының денсаулығын нығайту үшін жасалып жатқан жағдайлар бізге үлкен демеу. Осы Шеңгел дәрігерлік амбулаториясында жасалған күрделі емес, соның бір айқын дәлелі деп білемін. Қонаев қаласының 10-шы шағын ауданында жаңадан салынған номер 10-шы орта мектеп білім мен болашаққа жол бастайтын орын. Мұнда заманауи сыныптар, жарық дәстүрлі және цифрлық құралдар байқалады. Мұғалімдер оқушыларды жеке қабілеттері мен мүдделеріне қарай қолдап бағалайды. Мектеп тағы да қауіпсіз әрі жайлы орта. Кен дәліздері, тазалығы, спорт және шығармашылыққа арналған бөлмелері бар. Оқушылар өз сыныптарында ғана емес, жалпы мектеп ұжымында да үйлесімді өседі. Мұнда балалардың төзімділігі, ізденісі мен ынталары басты. Білім тек оқудан ғана емес, өмірлік құндылықтар мен жауапкершілік тәрбиесінен тұрады. Номер 10-шы мектеп болашаққа сенімді қадам жасайтын орын.
Ал мектептен шықсаңыз, Қонаев қаласындағы жаңартылған қалалық кітапхана сізді күтуде. Бұл ғимарат заманауи стандарттарға сай, толықтай модернизацияланды. Бір мезгілде 100 адамға дейін қызмет көрсетуге арналған орын. Жаңа кітапханада жоғарғы жылдамдықты интернет, коворкинг зоналар, шығармашылық алаңдар жасақталған. Сондай-ақ фонда педагогика мен ғылым жаңалықтары да бар. Әдебиет таңдауы кеңейтілген. Бұл кітапхана сенбі-жексенбі күндері де ашық болады. Білім мен рухани даму үшін жаңа мүмкіндіктер ұсынады. Электронды база арқылы оқырмандар әлемдік кітап қорына қол жеткізе алады. Арнайы мультимедиалық залдарда түрлі тренингтер, презентациялар мен кездесулер өткізуге мүмкіндік жасалған. Кітапхана жастардың бос уақытын тиімді өткізіп, білім көкжиегін кеңейтуіне жағдайын жасайтын жаңа үлгідегі мәдени орта. Бұл Қонаев қаласының рухани жаңғыруының жарқын көрінісі. 2024 жылы Қонаев қалалық кітапханасы үлкен модернизация жұмыстан өтті. Қазіргі таңда 90 мыңға жуық кітап қорымыз бар, 190 мыңға дейін кітап берілімі бар бізде. Оқырмандар күннен күнге артып келеді. Алматы облысы Шеңгелді ауылдық округінде Бек Агро шаруашылық қожалығы қарақат өсіруден Алматы облысында бірінші орынға ие. 10 гектар жерге егілген қарақат пен дәл осындай көлемдегі қарбыз, қауын, алма бақтары халықтың сүйікті өніміне айналған. Жақында шаруашылыққа Польша елінен 100 миллион теңге тұратын заманауи комбайн жеткізілді. Бұл техника қарақатты жылдам әрі сапалы жинауға мүмкіндік береді. Бек Агро ауыл еңбегін алға сүйреген инновациялық шаруашылық. Тұрысбеков Бағдат Байтұрғанович, осы жерде осы Бек Агроның меңгерушісімін. 20-21 жылдан бастап осы жерді алып, жекеменшік жерде болды. Содан алып, бұл жайылым жер болған. Содан бұның бәрін тегістеп, қазір суғармалы жерге ауыстырдық. Ең алғашқысы өзіміздің активпен бастадық бұны. Жерді алынды. Мына Ресей мемлекетінен 30 мың түп қарақат алдық. Осы жерге 30 мың жаңағы қарақат түптерін алып ектік. 2021 жылы күзде ектік. Содан міне осы 3 жылға дейін өндіріп осы қарақатты. Енді биыл жемісін бірінші жыл нетейін деп отырмыз, гүлдеп биыл. Жинайын деп отырмыз, жинайын деп отырмыз. 10 гектар шамасына жаңа егілді, жалпы 20 гектар жер берді. Қонаев қаласында қалалық жағажайларды жаңғырту жұмыстары аяқталды. Номер 5 жағажайдағы реконструкциясы бітіп, ресми ашылу салтанаты 2025 жылдың 1 маусымында өтті. Іс-шараға белгілі кәсіпкер Тимур Турлов та қатысты. Жобаны іске асыруға Freedom Life өмірді сақтандыру компаниясы 4,53 миллиард теңге көлемінде қаржылай қолдау көрсетті. Бұл бастама қала тұрғындарының игілігі үшін бизнес пен мемлекеттің табысты әріптестігінің жарқын үлгісі. Расскажите, вам пляж нравится? Очень нравится. Первый раз сегодня сюда пришла. Вот мы всей семьей пришли праздновать свой праздник, день рождения любимой внученьки. Нам здесь очень понравилось, очень красиво все сделали. Красиво, уютно, цветов много. И теперь часто будете приходить, да? Ну, конечно. Если все нравится, есть какие-нибудь минусы, которые можете сказать, или в дополнение? Может, если бы это было бы вообще хорошо. Что-то такого. Ой, я сегодня вообще в минусов не замечаю. А ты? Ну, знаете, если честно, я где-то в Инстаграме, по-моему, видела, что говорили, почему грязный пляж, там еще какие-то недостатки. Я специально ходила, пыталась найти что-то, чтобы не устроило, но сегодня меня устраивает все. Есім Аманжол Сәбит Серікұлы болады. Лауазым Қонаев тұрғын үй жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директорының орынбасары. 2024 жылдың 1 маусымынан бастап қолданысқа берілді жағажай. Көлемі 1,2 гектардан астам құрайды. Осы 2025 жылдан бастап Freedom Finance'ның қолдауымен тағы да 1 километр жағажай созылды. Жағажайда 30-дан астам қызметкерлер бар, тазалығына қарайтын. Одан бөлек 20 адам құтқарушылар бар. Бейне бақылау камералары бар. Паркинг зоналары мен жаяу қыдыру зоналары бар. Бүгінгі күнде 1 маусымнан бастап жаяу жүргіншілерге кіру тегін.
көлікпен келем деушілерге қолжетімді бағада автотұрақ бар. 1000 теңге құрайды автотұрақтың бағасы. Бүгінгі таңда қалада шамамен 66 мың адам тұрады. Қала аумағы 56 шаршы шақырым. Және әкімшілік өзгерістерінен кейін оның шекарасы кеңейтілді. Мұнда табиғат пен даму қатар жүріп жатыр. Қапшағай су қоймасы, жағажайлар, демалыс орындары барлығы тұрғындарға қолжетімді. Қонаев өмір сүру деңгейі өсіп жатқан, инфрақұрылымы дамып жатқан қала. Оның келешегі зор. Мен Оралбаев Мазарбай Бүркітбайұлы Қонаев қаласының тұрғынымын. Осы қалада тұрғаныма міне 40 жыл болды, 40 жыл болды. Осы қаланың ардагерлер ұйымының төрағасымын. Және де осы қалада ауыл партиясының филиалының төрағасымын. Қазірге дейін осы тұрып жатқанбыз. Міне қаламызға қазір міне 55 жыл толып келе жатыр. Сол 55 жылдың ішінде істелген жұмыстардың бәрі қазір көз алдымызда өтті десем өтірік айтпаймын. Ол енді бүгінгі міне дамып келе жатқан саябақтар, саяжайлар, біздің міне су қоймамыз, Қапшағай қаласының су қоймасының жанында қаншама елдерге деген туристік елдерді тартып осы жерге міне туристердің көбеюі, сол енді осы мына қаламыздың әкімшілігі, солардың енді мына бүгінгі салынып жатқан саяжайлар, саябақтардың бәрі сол халық үшін деп ойлаймын. Аграрлық жағын айтатын болса, қазір экономикамыз даму керек қой. Қазағымыз дамып, экономикамыз дамып, сол дамудың экономикаға қосқан қаланың үлестері, өйткені Шеңгелді де аумағымыз бар. Шеңгелді аумағында бүкіл қаншама жерлер бар, сол жерлердің бәрінде осы дәнді дақылдар өсіріледі. Әрбір мысалы бидай өсіріледі, бидайға дейін жүгері өсіріледі, пияз өсіріледі, картоп өсіріледі. Сонда елге керекті дүниелердің бәрі өсіп отыр. Соған үлес қосып отқан біздің қаламыздың енді үлес экономиканы көтеру үлесі көп деп ойлаймын. Сондай бір қазір осы 55 жылдыққа арнайы негізгі енді жасалып жатқан істердің бәрі қалам үшін деп ойлаймын. Бүгінгі енді мына сіздерді осы 55 жылдықпен құттықтай отырып, бүгін жақсылық аманшылық болсын дейміз, денсаулық. Қаламызды көк ту желбіреп, көк аспанның астында тыныш өмір сүре берейік деп отырмыз.